Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қосымша тамақ туралы айтатын боламыз. Нәрестелерді тамақтандырудың ең дұрыс жолы ол ана сүті болып табылады. Ана сүтінің құрамында иммуноглобулиндер, дәрумендер, макро, микроэлементтер көптеп кездеседі. Бала 6 айға толғаннан кейін міндетті түрде қосымша тамақты енгізуіміз қажет. Баланың негізгі тамағы ана сүті болып қала береді. Ана сүтін 2 жасқа дейін беруді тоқтатпаймыз. 6 айдан бастап баланың ағзасы тез өсіп келе жатқан соң ана сүті энергия мен нәрлі заттарды өтей алмайды. Сол себепті балаға 6 айдан бастап қосымша тамақ енгіземіз. Бала алғаш рет дәмі, құрамы бөлек басқа тағаммен танысады. Балаға алғаш ұсынылатын тамағымыз жұмсақ, дәнсіз, біртекті, үгітілген, балаға қауіпсіз екеніне көз жеткізіп барып бергеніміз жөн. Қосымша тамақты жасыл түсті көкөністерден бастаймыз, себебі олар гипоаллергенді болып келеді. Одан кейін сарғыш түсті көкөністерге өтеміз. Жасыл түсті көкөністерге брокколи, цветная капуста, кабачки жатады. Ал сарғыш түсті өнімдерге асқабақ, сәбіз жатады. Қосымша тамақты бастағанда баланың дені сау болу керек. Алғашқы кезде балаға күніне тек бір түрлі көкөніс езбесін береміз. Брокколиден бастасақ, алғашқы күні 1 шай қасықтың жартысын береміз. 1 шай қасық бізде 5 грамм болса, соның жартысы 2,5 грамм болады. Кез келген қосымша тағамда алдымен шай қасықпен ақырын беріп, содан соң 2-3 шай қасық, содан кейін мөлшерін біртіндеп көбейте отырып береміз. 50 граммға дейін көбейтсек болады, және оны күніне 2 рет берсек болады. Брокколиді қатарынан 6 күн береміз. Одан кейін цветная капустаны да қатарынан 6 күн береміз. Содан кейін кабачкиді де 6 күн беріп, жалғастырып кете береміз. Қосымша тағамды баланың қызығушылығына қарап ұсынамыз. Жалпы қосымша тағамды күннің бірінші жартысында, яғни таңғы 11-де бергеніміз жөн. Одан кейін баланың терісіне қараймыз, аллергиялық реакцияның бар жоғын тексереміз, және нәжісті қараймыз, запоры бар жоғын анықтауымыз керек. Қосымша тамақты ерте енгізсек, ана сүті азаяды, баланың асқазан ішек жолдары дұрыс жетілмегендіктен аллергиялық аурулар пайда болуы мүмкін, немесе іш қатуға алып келуі мүмкін. Қосымша тағамды кеш берсе, балада тағамға деген қызығушылық жойылып кетеді. Ана сүтінде энергия, нәрлі заттар жеткіліксіз болуына байланысты баланың өсуі мен дамуы тежелуі мүмкін. Дәрумендер жетіспеуінен анемия дамуы мүмкін. Жалпы қосымша тамақты дүкеннен алсақ бола ма, немесе үй жағдайында өзіміз жасап бергеніміз дұрыс па? Дүкеннен алатын болсақ, біз уақыт үнемдейміз. Жарамдылық мерзімін қарауымыз қажет. Құрамында қант, консерванттардың болмауына көз жеткізуіміз қажет. Қосымша тағамды үй жағдайында балаңызға өзіңіз дайындап берсеңіз, өте пайдалы болып келеді. Біріншіден, балғын күйінде балаға ұсынамыз. Құрамында дәрумендер, макро, микроэлементтер толықтай сақталады. Қосымша тағам бергеннен кейін балаға міндетті түрде су ұсыну керек, немесе ана сүтін беруіміз қажет. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, іш қатудың алдын алады. Қосымша тамақ бергенде баланың арнайы өзінің үстелі және өзінің ыдыстары болуы қажет. Қосымша тамақты бала жатқанда беруге болмайды, себебі бала қақалып, түйіліп қалуы мүмкін, және қосымша тамақ бергенде анасы баласының қасында отыруы қажет. Құрметті аналар, балаларыңызға қосымша тамақты үй жағдайында жасап беруге кеңес беремін. Себебі дәрумендер, макро, микроэлементтер толықтай сақталады, және балаңыз дені сау болып өсетін болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.